Pivo var mı? Pivo. Jigitler. Естіңдер, pivo. Pivo адамның денесінде женский гормонды вырабатывать етеді деген. Әйелдердің гормоны. Түсіндің ба? Сөйтіп pivo ішеді да адам. Жоқ, ғалымдарды тексерді. Ол дұрыс, мен оқып шықтым. Pivo ішкен адам қарын мынандай да, ер адамда қарын қоюға қызықпаңдар. Ер адамда қанша қарын шыға берген сайын, мына мүше артқа қарай тартыла береді. Мынандай болады. Әку болады. 5 жасар болғандығындай. Мынау тартыла береді. Ол ғалымдар тексеріп болған уже. Мынандай қарынды еркекті да, ол хоть айерде мықты бір жердің бастығы болса да бар ғой ол. 2 қатын, 3 қатын болса да, мен дәрігермін, сендер білмесіңдер. Бұлай қараймын да, біреулер айтады, мынандай қарынмен. Құдайға шүкір, 2 тоқалым бар, 1 қатыным бар дейді. Мен айтамаймын ана кісіге. Ішінде айтамын да, о тоқалымен, 2 тоқалымен 1 қатын не пайдасы бар, мына қарыныңа мынандай, әкумен не аласың, оны деймін да оны. Ба перзент бар ма оларда? О үйтіп айтпайды ғой ол перзенттің. О әкесін алысың, перзент не аласың анау? Бәйбішеде бар, олар әшейін өмір өту үшін деп қояды. Құр жеміт болып жүрсін деп айтатын уақыт келеді. Анаған қалтаң бәрін төгіп, алтынын әперіп, көйлегін әперіп жүрсін. Не пайда қылатсың одан? Құр алдыңда жүргенде кайып па бүйтіп? Адам қарын еркектің мүшесін тартады артқа қарай. Любой қарны бардың дабалын шешіп көріңдер, көресіңдер. Мынандай қарны барлар бар ғой енді. Енді сәл адамда болады авторитет та. Мына бүйтіп жүргеніңде олай мысалы үшін, ол қаласаң тартып аласың, қаласаң. Мына алдыңда 72-ге кірген атаң отырды, ата. Міне осындай фигурада болған адам нормальный фигура болады.